Қайырлы күн оқушылар, 767 есеп шығарамыз, 6 сынып. Тура санды теңдіктің қасиетін пайдаланып, -5 әсінде 3-ке, бысында 0,5-ке көбейтсін дейді екі жағында. Яғни теңдіктің екі жағында көбейтуіміз керек. Енді 1,2 көбейту -7 расымен де -8,4 шығады. Яғни оң сан теріс санға көбейтсек теріс сан шығады. Енді дәл осыны аламыз да -5-ке, яғни 1,2 көбейту -7, яғни сол жақ бөлігімізді -5-ке көбейтеміз. Яғни оң жақ бөлігі -8,4-ті көбейтеміз -5-ке. Яғни 1,2 көбейту -7 ол -8,4, -8,4 -5-ке көбейтсек, теріс санды минусты минусқа көбейтсек плюс болады. Яғни онда жауабы 42 болады. Дәл сол сияқты -8,4-ті -5-ке көбейтсек 42 тең 42 болды. Келесі 1,2-ні -7-ге көбейтіп 3-ке көбейтеміз. Дәл сол сияқты -8,4 оң жақ бөлігін көбейтеміз 3-ке. Енді -8,4-ті 3-ке көбейтсек, сонда минусты плюсқа көбейтсек минус болады. Сонда -25,2. Дәл сол сияқты -8,4 3-ке көбейтсек -25,2 шығады. Келесі есеп 0,5-ке көбейтеміз екі жақ бөлігін. 1,2 көбейту -7-ін жазып алдым. Дәл көбейтемін 0,5-ке. -8,4-ті 0,5-ке көбейтеміз. Яғни 0,5-ке көбейт деген сөз, ол сол санның жартысы деген сөз. -8 және теріс санды оң санға көбейтсек теріс сан шығады. Яғни -8,4-тің жартысы 4,2. Дәл сол сияқты мына жақта да -4,2 шығады. Келесі екінші есебінде теңдігін екі жақ бөлінде бөліңдер дейді. Яғни 5,4 2-ке көбейтсек 10,18. Енді оны бөлеміз -3-ке. Яғни 5,4 көбейту 2-ні бөлеміз -3-ке. Дәл сол сияқты 10,18-ді бөлеміз -3-ке. Енді оны бөлсек, оң санды теріс санға бөлсек, -3,16 болады мына жағымыз. Мына жағымыз да -3,16-ға тең. Дәл сол сияқты 5,4 2-ке көбейтіп, яғни сол жақ, мына теңдіктің сол жақ бөлігін 9-ға бөлеміз. Дәл сол сияқты оң жақ, теңдіктің оң жақ бөлігін 9-ға бөлеміз. Яғни бірдей санға бөліп жатырмыз. Сонда 10,18-ді 9-ға бөлсек 1,2. Мына жақ бөлігімізде 10,18-ді 9-ға бөлсек 1,2 шығады. Дәл сол сияқты 6-ға бөлеміз. 5,4 көбейту 2 бөлу 6 деймін. Дәл сол сияқты оң жақ бөлігін, теңдіктің оң жақ бөлігін 10,18 бөлінген 6. Сонда бізге бөлсек, бұл жағымыз 1,8 шығады. 1,8. Сонда 1,8 тең 1,8. Демек, бұл жақта қорытынды. Бірінші есебінде бірдей санға көбейтсек, теңдіктері тура болады дәл сол. Дәл солай, теңдіктің екі жағында бірдей санға бөлсек, онда тура теңдік пайда болады бізде. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жаз, подписаться баз. Каналға подписаться ет.